Тізе буыны анатомиясы жағынан біздің денеміздегі ең күрделі әрі үлкен буындардың бірі. Ол өмір бойы үлкен жүкті көтереді және оның жұмыс істеу қабілеті мен өмір сүру сапасы оның жағдайына байланысты. Тізе буынының проблемалары өте алуан түрлі. Тізе буынының артрозы, буынның қабынуы, мениск пен буын байламдарының зақымдалуы, көгеру және байламдардың созылуы, ісінуі және контрактуралар. Бұл проблемаларды не тудыруы мүмкін және оларды жою үшін не істеу керек? Тізедегі ауырсынудан қалай құтылуға және тізе буынының қозғалыстарын қалпына келтіруге бола ма? Тізедегі ауырсынудың себептері көптеген факторлардың бірі болуы мүмкін. Ең жиі кездесетін себептерге буынның қабыну мен зақымдалуы жатады. Бірақ инфекциялық фактор мен аутоиммунды аурулардың пайда болуы мүмкін екенін ескеру қажет. Тізе буындарына әсер ететін аутоиммунды ауруларға ревматоид артрит және подагра жатады. Тізеге жиі әсер ететін инфекциялардың арасында хламидиозға назар аудару керек, өйткені ол жиі буындарда асқынулар тудырады. Буынның қабыну мен зақымдану туралы айтатын болсақ, бұл екі фактор бір-бірімен тығыз байланысты, өйткені қабыну зақымдануға әкелуі мүмкін, ал зақымдану әрқашан қабынумен бірге жүреді. Қабынуды тудыратын себептерге жарақат та жатады. Адам жарақат алған соң бірден өткір ауырсынуды сезінуі міндетті емес. Ауырсыну жеңіл жарақаттан кейін бірте-бірте пайда болуы мүмкін. Көбіне кешкі уақытта ауырсыну күшейіп, одан әрі дами береді. Қабыну мен ауырсынудың тағы бір маңызды себебі тіндік ишемия, яғни тіндерге оттегінің жетіспеушілігі. Тін оттегі аштығын сезінгенде, бұл тін орталық жүйке жүйесіне проблема туралы сигнал береді. Бұл сигнал дәл ауырсыну ретінде сезіледі. Ешқандай белсенділікпен айналыспайтын адамдар абайсызда құлап немесе секірсе және белсенді физикалық жүктемемен айналысатын спортшылар да тізе буынына зақым келтіруі мүмкін. Тізедегі ауырсынуды емдеуді бастамас бұрын дәрігермен кеңесу керек, ал емдеудің өзін білікті маман жүргізу керек. Емдеудегі науқастың рөлі өте маңызды, яғни дәрігер мен науқас арасында терапевтік ынтымақтастық болуы керек. Емдеудің өзі әртүрлі болуы мүмкін және емдік тактика ауырсынудың себебіне, ауру тарихына физикалық қарап тексеруге, аурудың сатысына және басқа да факторларға тікелей байланысты. Тізе буындарын емдеуді консервативті және хирургиялық деп бөлуге болады. Консервативті емдеуге дәрілік терапия, таблеткалар, майлар, инъекциялар, физиотерапия, магниттер, электрофорез, рефлексология, массаж және жаттығу терапиясы шаралары қамтиды. Тізедегі ауырсынудың ең жақсы емі жаттығу. Тізедегі ауырсынуға арналған жаттығулар. Аяқтың артқы бетінде тізені бүгетін бұлшықеттер орналасқан. Жаттығу түрі тізені бүгу. Аяқтың алдыңғы беті тізе жазатын бұлшықеттер. Жаттығу тізені жазу. Санның сыртқы беті санды әкететін бұлшықеттер аддукторлар. Жаттығу санды сыртқа қарай әкету. Санның ішкі беті санды әкелетін бұлшықеттер абдукторлар. Жаттығу санды ішке қарай әкелу. Сан бұлшықеттеріне арналған жаттығулардан басқа астыңғы және үстіңгі бөлімдер де маңызды. Асықты жілік тобық буынын бүгетін және жазатын бұлшықеттер. Жаттығу тобықты бүгу және жазу. Белді жазатын бұлшықеттер. Жаттығу бел аймағында арқаны жазу. Терең жамбас бұлшықеттері. Жамбас сан буынын бүгетін бұлшықеттер. Арқамен жатып тізені ішіңізге дейін әкелу. Құрметті көрермендер, сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, каналға жазылып лайк басып, достарыңызбен бөлісуді сұраймыз. Дендеріңіз сау болсын.